Адам баласының дегдар болмысының қалыптасуында тазалықтың рөлі аз болмаса керек. Жүрек тазалығы, жан тазалығы, тән тазалығы дегендей, тазалық ұғымының қамтитын ауқымы кең екені белгілі. Бұл жүрек тазалығы, жан тазалығы дейтін рухани болмыстың адам өміріне әсерін ерте білген бабаларымыз тектіден текті туады, тектілік жолын қуады деп түйіндейді. Алланың ақырғы елшісіне алғаш түскен аяттардың бірі де тазалыққа қатысты болуы тегіннен тегін болмаса керек. Мұның өзі тазалықтың адам баласы үшін аса зәрулігін білдіретін дүние ғой. Ал Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам мүбәрәк мәтінді хадистерінің бірінде Алла таза, әрі тазалықты сүйеді деген. Міне, осы имани құндылықты берік ұстаған Зере әжеміз жайлы бір үзік әңгімемен немересі Ахат атамыз өз естеліктерінде былай баяндайды. 1804 жылы Құнанбай дүниеге келеді. Ол туғанда өте ірі, толық, зор болады. Бұл туарда анасы түс көреді. Ол түсінде ері Өскенбай алтын саханы үйріп отырғанын көреді. Анасы ол алтын саха Құнанбай деп жориды. Оны бір күн дәретсіз емізбейді. Зеренің өзі бертінде айтыпты: мен Құнашты бір күн дәретсіз емізіп көргем жоқ. Және омырауымды тазалап жумай, бисмилля айтпай емізген мезгілім болған жоқ деп. Сүтпен біткен мінез сүйекпен бірге кетеді дейді аталарымыз. Зере әжеміздің дәретсіз, бисмиллясыз емізбеуі рухани тазалыққа аждағаттылығы болса, омырауын жумай емізбеуі тән тазалығына көңіл бөлетін қағілездігін білдіреді. Расында, Зере әжеміздің балаларына аналық ақ сүтін тазалықпен емізіп, ерекше көңіл бөлген бұл еңбегі тегін кетпеген. Бала Құнанбай алғыр да, зерек, сұлу бітімді болып ер жетеді. Естелікте Құнанбайдың денесі өте сымбатты, ұзын бойлы, жүзі нұрлы, бота көз, маңдайлы, қыр мұрын сұлу болған. Балғын зор денесі балуандыққа, өткір көзі ерлікке, басы ақылдылыққа сәйкестене біткен. Әкесі молдадан оқытып, Құнанбай шала хат танып қалса да, әкесі Өскенбайға келген хаттарды біріне бірін салыстырып, өз талабымен хатты толық танып, түрікше жазылған кітаптарды еркін оқи алатын болған. Бала кезінен бастап Құнанбай өте ұғымды, зерек, алғыр, бір естігенін, оқығанын ұмытпайтын болған. Ол ес біле бастағаннан әкесінің қасына отырып, көп әңгіме оқиғаларды естіп, қазақтың өткір сөздерін, мақал-мәтелдерін, нақыл сөздерін, батырлар, эпостық жырларын, тарихи оқиғаларды жадына сақтап алатын болған делінеді. Құнанбайдың бітімі елден елді аралап, тектіден текті саралап, сынға толса сияғы, әлбеті шамның шырағы, мұхиттан сүзіп шығарған қымбатты гауһар бағасы деп Ақтанберді жырау айтқандай болып өседі. Міне, ананың тазалыққа мән беруі баланың рухани және тәндік болмыс бітіміне деген әсері. Әрине, аталары текті Құнанбай ана бойындағы асыл қасиетпен тіпті де ажарлана түскені анық.